Сәлеметсіз бе аға? Кеше мына инватаксиге байланысты бір мәселе болыпты, соны толығырақ айтып бересіз бе? Не, қалай болды, қиындық неде болды? Енді сол мәселе кешегі болған жағдай, мен инватакси шақырам, өзіге түсуге. Содан кейін ана келген водитель инватаксидің инструкциясыз ешқандай бір не өтпеген, инструкция өтпеген водитель ма, грубый отношение жоқ, мүгедектерге деген не жоқ. Келді да, жаңа машинаны батпақ жерге қойып, менің құрғақтай жерге қой деген жерінің неме өтінішіме қабылдамай, мен өзімді маған балағаттап, сен мүгедек қалған мен емеспін, мен кінәлі емеспін оған деп, сонда мен жаман сөздер айтты. Жолдасыма тиісті. Осындай жалпы мына инватаксимен негізі мына осындай проблемалар көп па? Жалпы мына инватаксимен проблема бар ма? Инватаксимен проблема өте көп. Өйткені инватакси бізге жетіспейді. Жетіспейді де енді білмеймін қалай жетіспейтінін. Біз шақыруымыз керек қой, бізге жаңағы неміз шақырамыз, уақытында келмейді. Уақытында келсе, апарып тастаған жерден уақытында қалмайды. 1 сағат, 2 сағат отырып қалатын уақыттар болды. Öyle bir былтырлар ма? Еркінге акиматқа бардық, сол кезде 4 сағат отырып қалдық. Соның мен айттым, енді Алматыдан жететін уақыт болды ғой деп едім. Ол кісілер енді машине жетіспеушілігін айтты. Bir кішкентай бала сол машина ішіне отырып қойған, пока соны жауып өйтіп еткенше жеттік деді. Енді ондай проблемалар болатын шығар ортасында енді. Ондай да проблемалар болады ғой. Сол машине жетіспеушіліктен кешігеді меніңше. Жақсы. Айдар Болатайұлы, бүгінгі күні сіз мына облыстық мәслихатқа осы мүмкіндігі шектеулі жандарды құқығын, мүддесін қорғау барысында өзіңізге осындай мақсат қойып отырсыз. Енді қазір мына мәселені естідіңіз, мына инватаксиге байланысты. Жалпы мына жүргізушінің жасаған әрекеті дұрыс па, бұрыс па? Одан кейін неліктен біздің облыста осы мәселе шешілмейді? Неліктен бізде жетіспеушілік осы машинеде? Бұл көліктің, мысалы, инватаксидің жетіспеушілігіне, мысалы, өкіметке арызданып жазсаңыздар, сонда өкімет бөлмей отыр ма? Сонда қалай болып отыр бұл мәселе? Енді, ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Енді сіздерге айтайын деген, осы инватакси деген мәселе ол биылдан шыққан жоқ. Ол уже анадан, осы инватакси ашылғаннан бері келе жатыр ғой соны. Осы көп болды ондай арызлық жасаватыр, осы район бойынша да көп, осы қаланың ішінде де көп. Ол мәселе бірінен өзім ойлап отырған, өзімде осындай инватаксимен тікелес істеп жатырмын. Сосын жағдай былай. Инватакси аз, өте аз, оны үкімет бөлінбей жатыр. Бір адамға емес, бір 300 адам шығар, 100 адамға бір таксиге ғана қойылған. Ол мүмкін емес, ол адам қаншама жасаса да үлгермейді. Сосын осы басшылар, общественное объединение дейді ғой, қазір ұжымдардың, солар бәрі баяғыдан уже негізі жазу керек болатын. 5 адамға бір такси болу керек қой, инватакси. Ол қазір қалада, ауданда жүрген таксилар ескі таксилар. Ол уже 12 жылдан списание шығатын таксилар. Кейбір аудандарда бір такси ғана бар. Шектеулі мүгедек адамдардың өзі бір 300 адамдай, 400 адамдай бар. Соны ойлаңыздар, өздеріңіз. Қаншама адамдар услугамен пайдаланбай жатыр. Баратын жерлеріне барып, жететін жеріне жете алмай жатыр. Яғни солай, иә. Мына жүргізушінің жалпы мына тәртіп бойынша жүргізушінің құқығы қандай? Кеше мысалы мына лас жерден бір жерге қозғалып, керісінше бетіп көмектесіп беру деген сияқты ескерілмей ма? Ол инструкторда или қалай ол? Жоқ, ол бізде негізі правилада бар. Правила деген осы неден ереже, осы республиканский неден өзі инватакси ең бірінші шыққанда сол жерде жазылып тұр, нақ жазылып тұр. Функциональный обязанность дейді. Енді түсіндіріп отырмын да, қазақша да орысша түсінсін деген ғой. Соны енді инватаксиді шектеулі осы мүмкіндік шектеулі адамдардың особенно колясочниктерге категория. Соларға водитель обязан дейді, уже жазылып тұр, обязан довести до подъезда, помочь. Оның несі бар,
Потом оның ішінде тағы да водительдің негізі спайлы болу керек. Ондайды не өздері білет, ол жұмысқа кіріп жатқанда өздері білет, қандай кісілермен істейтіндер. Оны договор жасалынады, 1 жылға жасалынады жүргізушілермен. Сосын олар ал бәрі енді білу сонда керек. жүргізушілер жаңағындай мүмкіндігі шектеулі жандардың құқығын бұзған кезде қандай да бір оған жауапкершілік болмаса бір жаза қолданыла ма? Қолданады, оны заявление жазу керек ол кісі. Заявление жазып, соны уже оның басшысы, тендерді ұтып алған адам, оны уже ол кісіге заявление жазған результатын айту керек. Қандай қолданды, не жасады ол водительмен, сондай. Сонда кешіріңіз, мына қазіргі кезде мүмкіндігі шектеулі жандардың өзін үкімет шектеп отыр ма сонда? Болмаса осы жергілікті жердің жаңағы мемлекеттік мекемелер шектеп отыр ма? Кім шектеп отыр бұның бәрі? Шектеуді қойып отырған, қиындықты туындырып отырған кім? Ол басына түбінен қарасаңыз осы проблемадан, ол негізі үкіметтен шығып отыр, шындықты айтып отырсам. Соны енді біз қазақбайшылымыз ғой, енді қазақша сөйлесек, жарайды тәуба, осы машинеге риза болайық деп жүргендер көп. А негізі үкіметтің жағдайы бар. Айтып отырмын ғой, машина алу жағдайы бар. Әрбір адамға болмаса да 5 адамға, 10 адамға бір машина беретін уақыт уже баяғыдан келді. Осы біз тәуелсіздік алған кезімізден, осы меморандум қойғанда, соны енді баяғыдан вопросы решать етіп салатын жағдай болды ғой. Бірақ үкімет төлейтін ақшалар аз. Олар бензинға неге деп жанармайына санайды, ол өте жетпейді. Содан осы жүргізуші алу негізі категория Д-мен алынады. Ол Д-мен алынған кейін категория, ол кісілерге ондай зарплата аз болады ол кісілерге, ол профессионал ғой Д деген. Содан кейін олар да уже әрбір адам келе бермейді, шындықты айтсам, оны шыдай алмайды кейбірлер. Нақ зарплатасын көтерсе ол кісілерге де, содан кейін ол кісілерге уже кадровый вопрос дейді ғой, нағыз дұрыс жүргізушілер келеді, жүргізушілер. Оған уже дұрыстап түсіндіріп инструкциясын жазып қою керек. Әрбір автобуста тұру керек инструкция, құқығы водительдің құқығы, водительдің и мүмкіндік шектеулі адамның несі тұру керек, инструктажы. Енді сіз бұйыртып қазір сол облыстық маслихатқа, жаңа депутаттыққа үміткер болып жатсыз. Сол депутат болып, халықтың қалаулысы болып тағайындалсаңыз, осы мәселелерге барынша жұмыс жасауға дайынсыз ба? Ондай мәселе көп, не только такси, мәселе деген көп. Біз санаторийде де кездеседі, көп недер бар, туындап жатқан недер де бар, помощниктарда деген мәселе бар, ол тағы. Оны шешетін мәселелер көп, өте көп. Соны инватаксида көп. Соның бәрін Алла бұйырса бәрін шешемін деп ойлаймын. Шамам келгенше осы кісілермен. Өзім мүгедек болып көремін, сосын ол ішінен білем ондай. Осындай недерді, қиындықтарын ішінен білем бәрін. Сосын Алла бұйырса мені не қылдырсаңыздар, оны шешеміз. Бәріміз бірігіп, бәрін шешейік. Сонымен қатар, мысалы, сіздерде қазір үй мәселесінің проблемасы тұр екен, е? Бұл жерде сіз жаңа айтып кеттіңіз, кезекте тұрып, сол мүмкіндігі шектеулі жандарды бір кезекке қосып қойды. Сол әділетсіз, е? Жалпы сіздер кезекте тұрсыздар ма? Кезекте тұрмыз. Біз кезекте 2016 жылдан бері тұрмыз негізінде. Енді мүмкіндігі шектеулі жандардың қатарында тұрғанменен де сол өздеріңізге пәтер бұйырмады ма күні бүгінге? Бұйырмады. Бұйырмаған себебі бізді барлығы 9 категорияны бірге қосып тастады. Біз қазір вообще төмен кетіп қалдық. Енді мен ойлаймын, мүмкіндігі шектеулі жандарды бірге қосып тастау өте дұрыс емес. Бұл кісілердің онсыз да мүмкіндігі шектеулі, қол аяғы балғадай болып тұрса, күш қуаты қолында тұрса, өкіметтен ештеңке сұрамайтын еді мен жолдасым. Қол аяғы балғадай болып тұрса, ештеңке сұрамайтын еді. Енді сол мүмкіндігі шектеулі болып тұрып, очередті алды да, бізді полный очередпен қосып тастап, аяғына лақтырып жерді. Жер мәселесі де солай. Біз 2006-да жерге тұрдық, міне уже 17-18 жыл болды, жерді аламаймыз. Сонда бұл Қазақстанда не то что мүмкіндігі шектеулі адам, дені сау адам 20 жыл күте алмайды ғой. Өзіңіз ойлашы, 20 жыл. Бұл кісі неше жыл квартирада жүрміз. Міне күн жылынып келе жатса, бұны босат дейді бізге, босат деп жатыр. Біз қайда барамыз? Бұл кісіге бірінші этаждан іздеу керек.
бірінші этаждан табыла қалса жақсы. Шын ғой енді проблема көп. Сонда мен айтам, даже жер қанша сұрап барып жатсақ та 2006-дан бері жер де бермейді ғой бізге. Сонда білмеймін қалай. Жер мәселесіне барсаңыздар, о жерде кезек қалай, қозғалып па, қозғалмап па? Онда да очередімізді біздің 144 деп бір рет айтты. Земельный комитеттің өзінде жатыр деді. О кезде Бершімбетов отырған. О кісі айтты, ой мінекей, жастардан береді. Бұл кісіге ыңғайлы бір көшеден береміз деп бізді алдады. Бұл кісінің түрін көріп осылай апарып жүрдім. Бір күні барсақ, общий жаңағы очередке қойған тоже. Жаңағы Еңбек ауылы мен Өтенай ауылын біріктіріп тастады деді. Бізді алғанда именно жастар жаққа жібермеген, Еңбек ауылына жіберіп. Еңбек пе еді? Еркін. Еңбек депсің ғой. Еркінге жіберген, жаңағы жастарға бізді жібермеген. О жаққа барсақ, біз 144 болып тұрған, енді 900 бәленбай болып кеткенбіз. Сонда біздің очередіміз ылғи төменге кетеді. Никогда жоғарыға жылжымайды. Жақсы. Осы мәселе бойынша сіздердің аттарыңыздан арызданып, сол мәселені көтерсек қарсы емессіздер ғой, Мен ойлаймын, советтің саясаты кезінде мүгедектерге не берген? Бірінші кезекте берген. Мен үйде, жерде, қазір ма Қазақ, жаңа Қазақстанда қалай берген білмеймін. Енді тағы да бір не туындап жатыр да, баяғыдан келе жатқан нәрседе. Бірінші топ неді кісілер айына 80 мың алады. 80 мың алады. Енді екінші топта кісілер бір 60 мыңдай алады. Енді өздеріңіз санаңыздар. Адам деген тамақ 300 ішеді. Бір ішкенде 500 теңгеде кететін шығар адамға. Күніне 1000 жарым кетеді. 30 күнге өтсе 45 мың ғана былай кетіп қалады ол. Құр тамағына. Ал енді қазір өзіңіз көріп отырсыздар міне, отбасын, квартира снимать етіп отырмыз дейді ғой. Соны енді 60-тан ол кісі өзі тұрып жатқан жоқ, оны өмір сүріп жатыр. Қалай болса да жағдайына бір тиынмен экономить етіп жүр ғой байқұстар. Соны енді өкіметке ұят қой осындай жағдай. Осылай кісілерді осылай жылатып отырған үлкен жігіт, азамат, соны жылап отырған өкіметке ойланатын уақыт болды ғой. Рахмет. Анам екеуміз Батпалықтың кезінде Батпалыққа талай кірдік. Мен өз анамды ертіп жүріп кірдім. Сұрап алды. Сода мен ауырып қалдым да, берем. Соны 2014 жылы ол үй беріліпті. Сонымен ауырып 2016-да ма есім жиған кезде бұл үйді басқа бір үй тұрып жатыр. Сол 14 жыл берілген. Ол қай үйде? Үйін пәтердің? Микрорайон Көктем, 21-ші үй, 153-ші пәтер. Қазір күні кім тұрып жатқан белгілі ме? Сол үйде басқа бөтен, бізге қатысы жоқ, басқа біреу бөтен тұрып жатыр. Олай мен босат, мен өзім кірем десем, оны маған мен сатып алғым дейді. Ол қалай сатып алды? Мен ана Данияр Оразов деген болды ғой, соған неше бардым, Бегмановқа бардым, арызда жаздым. Олардың несін бастан сипай, шешеміз, бірақ шешілмейді мәселе. Не инвентаризация жасалмаған ол үйге, не тексерілмеген. Мен айтын шығарымды тұрған адам, бөтен адам. Неге шығармайсыңдар? Біз тексереміз, бәрі дұрыс. Ол пәтерді жалпы кім алған? Кімге берілген ол пәтер? Кім алды? Менің анама берілген пәтер ол. Жаңағы көпбалалы ана болғандықтан, содан кейін жаңағы бір бөлмелі, оны ол кісінің атына да бірақ бір немересі ғана жазып қойған жаңағы несіне. Біздің нағыз балалары оның артында жоқ. Содан кейін ана договор аренда деп бар, бізде бар сол договор аренда. Дұрыс жасалмаған. Онда анамның қолы жоқ. Анаңыздың қолы жоқ, және сіз заң бойынша сіз тиесілі болған күннің өзінде сізді сол тізімге енгізбей тұр, дұрыс па? Оны жасап отырған сіздің әпкеңіз ба? Оны жасап отырған сіздің әпкеңіз ба? Әпкем ба, жоқ, ана әкімшілікте жаңағы бір сыбайлас жемқорлық бар ма?
сондай бірдеңе иісі шығады сол жерден. Жақсы. Өйткені шық десе сатып алдым дейді маған. Ол сен қалай сатып алдың? Ол жігітханның бағанысында тұрған үйді қалай сатып алдың деп сұрақ қоямын ғой. Содан кейін жаңағы Данияр Ожаровқа кірдім. Бұны қалай сатып алдым деп оны отыр. Сенің қатысың бар шығар бұл жерде. Бегмановқа да айттым, сендердің қатыстарың бар шығар бұл жерде. Неге шешпейсіңдер? Енді значит үндемейді, олар шығармайды, значит солардың бір қатысы бар бұл деді. Ақшасын алып, солар кіргізіп қойды мүмкін еді. Мүмкін жаңағы апайым кіргізіп қоймайды, түсінбеймін. Түбіне түйінін таппай қойдым, осы шешілмей қойдым осы нені. Жақсы. Осы бағытта біз онда журналистік зерттеу жүргізіп, осы сіздің пәтеріңіздің тарихын бастан аяқ зерттейтін боламыз. Жақсы ма? Жақсы. Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4 ай инфо көрермендері, мінекей мүмкіндігі шектеулі азаматтар осы пәтерді мінекей жалдап тұрып жатқанына 4-5 жылдың жүзі болыпты. 4-5 жылдың жүзі болған. Мінекей осы пәтердің бағасын көтермей адамгершілік танытып отырған мінекей осы пәтердің иесіне менің тегі аты жөнімді білмеймін, бірақ алғысым шексіз. Рахмет, адамгершілік танытып, осы мүмкіндік шектеулі жанды үкімет аямағанда сіздер аяп, сол пәтердің ақысын 5 жыл бойы көтермей келе жатқан. Мына өзінің қазір мына ақша десе елдің бәрі осы туған анасына сатып жіберетін заман ғой, бірақ сол нәпсісін тиіп осы азаматты онсыз да тағдыр аямады ғой, мен қинамайын деп ойлап жатқан жаңағы пәтердің иесіне мың алғыс айтқым келеді. Мінекей осы мінекей рахмет. Мінекей мына арнайы мысалы мынау мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған мынау коляска, балалардың өзі алып берді ағаға. Ал өкіметтің берген коляскалары өте сапасыз. Комнатный колясканы бізге 7 жылға береді. Біз 1-2 рет лестницадан 1-2 рет қатты бордюрдан жүрсек, бұның дөңгелегі майысады, мына жері майысады. Соны менен дөңгелек таппайсың, қалады. Мынаны Каспийдан ұлым мен қызым мәшіне мінемейді ғой енді бұл. Өздері 778 мыңға или 32 мыңға сондай алып берді. Мүмкіндігі шектеулі жандарға тағдыр аямаса да өкіметті аяп жатқан жоқ қой сонда, Сонда бізді ешкім аяп жатқан жоқ. Ортасында сол делдалдар түседі, по-моему. Жаңағы ақшаға кіріскен кезде келгенде бізге сапасыз өнімдерді шығарып қояды. Біз сапасыз өнімдерді аламыз да, аяғында өзіміздің ақшаға сатып алуға тура келеді. Жақсы.